Ассалаумағалейкум көпшілік. Мен Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылында Сағындық Әділбек есімім. Біздер Шопан ата қауымдастығымен бірігіп, осы желтоқсан айының 25-іне бүткіл қазақстандық ереуіл бейбіт шеру ұйымдастырғалы жатырмыз. Ол шерудің себебі, ұйымдастыру себебіміз ауыл шаруашылық министрі және соның қасындағылар ақылшы кеңесшілері. Қазақтар ауылдық жерде қорада 2 малдан артық мал ұстауға болмайды, ұстатпаймыз деген заң қабылдағалы жатыр. Биылғыдай жылдары Маңғыстау облысында жұт болып малымыз қынадай қырылғанда осылар ешқандай да көмек көрсеткен жоқ біздерге, Маңғыстау халқына. Өздеріңіз көріп тұрғандай, малымыздың бәрін қорада жемдеп осылай бағып отырмыз. Ал егер 2 малдан артық мал ұстамайсыңдар деп заң шығарса, далада шөп жоқ, мына малды сонда қайда бағамыз біздер? Сендер ауылдың халқына мал бақтырмай, қорасына мал ұстатпай, сонда малдан айырғалы жатсыңдар. Оныменен не затқа дәбебат етіп отырсыңдар? Бұл уақытқа, осы күнге дейін бұндай заңды бұрын Сталин шығарған. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп қазақтың бүткіл малын тартып алған. Енді міне 21 ғасырда сендер соны қайталамақсыңдар. Оныменен ауылдық жердегі қазақтың бәрі тек қана мал үшін тұр ауылда. Егер малын алсаңдар, бәрі шығырып қалаға барады. Ауылдың бәрі онсыз да қаңырап бос қалып жатқан ауылдар одан сайын қаңырап бос қалады. Қалаға барғанда жетісіп тұрған ештеңесі жоқ. Не су жетпейді, не жылу жетпейді қалада. Бәрі келісіп тұрған жоқ. Не тоқ жетпейді. Сонда сендердің не зат ойлап отқан мақсаттарың не зат сонда? Қазақты қаңғыту ма? Біз бұған жол бермейміз. Сондықтан бүткіл қазақстандықтарды 25 декабрь желтоқсан күні бейбіт шеруге шақырамын.